Заттардан тазартып, қайта қалпына келтіретін маман. Студиямызда кітап емшісі, яғни реставратор Алма Тастемірова отыр. Алма ханым, қош келдіңіз. Енді сіздің мамандығыңыз тіптен қызық екен. Кітап емдеушісі. Реставратор деп. Бізге ұлттық орталыққа келген кітаптарды біз реставрациядан өткіземіз. Реставрацияның қалпына келтіру жұмыстары деп атаймыз. Келген кітаптар есеп бойынша, жоспар бойынша біздің бөлімге түсады, реставрация және консервация бөліміне. Ол жерде кітаптарды ең бірінші карантинге салып қоямыз бір айдың көлемінде. Не үшін? Оны ішіндегі ауаның әсерімен қоректенетін жәндіктер болса, сол газдың әсерімен жойылады. Одан кейін барып только реставрациялық жұмыстарға кірісеміз. Реставрациялық жұмыстарымызды біз бірінші қағаздың жағдайына, кітаптың мұқабасына, тігілу процестеріне байланыстырып зерттеп алады бөлім мамандары. Содан кейін реставрация жұмыстарын бастап кетеміз. Осы уақытқа дейін қанша кітапты жөндеуден өткіздіңіз? Ол кітапты жөндеу, егер бір кітаптың жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан нақты қазір осыншама кітап жөнделді деп айта алмаймын. Ал осы 25-ші жылы 9525 парақ өңдеуден өтті реставрациядан. Бөлім қызметкерлерімен. Қанша қызметкер бар сіздерде? Бізде бөлімде 4 қызметкер бар. Сонда алдарыңыздан қанша кітап өтеді бір күнде? Ол бір кітаптың физикалық жағдайына байланысты, қағаз сапасының жағдайына байланысты бір ай, бір жарым ай істелуі мүмкін. Өте бір сабырлықты, төзімділікті талап ететін мамандық, иә? Кез келген адам атқара алмайтын шығар? Әйгерім ханым, сұрақ қойсам бола ма? Мен бір хикаядан көрген болатын, сонда кітапханашы кітаптарды саралап отқан кезде көзінен бір инфекция түседі, көне. Соның емін таба алмай әлек болады. Сіздерде сондай жағдайлар болуы мүмкін бе? Болуы мүмкін әрине, бірақ біздің қызметкерлердің барлығы қолғаппен және защитный очкимен, маскамен қамтамасыз етілген. Сіздің мамандық таңдауыңызға не себеп болды? Мен осы салада, қағаз жұмыстары саласында 17 жыл қызмет етіп келе жатырмын. Осы соңғы бір жылдың ішінде именно осы реставрация және консервация бөліміне ауыстым. Бұл жердегі маған ең бірінші қағаздың құрамын анықтау, қандай материалдар қолданғаны сол қызық болды. Жалпы бұндай қызығушылық сізде бұрыннан бар ма еді? Кішкентай кезіңізде мүмкін жыртылған, құртылған кітаптарды өңдеп, жөндеп, қалпына келтіріп, әлек болған жоқсыз ба? Бала кезіңізден? Жоқ, бала кезімнен әлек болған жоқ. Мен университетті бітіргеннен кейін архив саласына жұмысқа келдімді. Менің күнделікті көретінім осы архивтің қағаздары, құжаттары, құнды құжаттары, карталар болды. Одан біраз уақыт өткеннен кейін әлгі архивтік құжаттағы ол ішіндегі содержаниясы ғана емес, оның құрамы неден жасалған қызық болды. Осы тұста бізде жаңа авторларға осы кейде ақша бөлінбей жатады, жетпей жатады ғой. Осы тұста сұрайын деп едім, ескі кітаптарды қайта қалыпқа келтіргенше, оданша жаңа авторларға қаржы бөлмей ме? Осы жөнінде сіз не ойлайсыз? Ескі кітаптар дегенде ол құнды кітаптар ғой. Ол осыдан бәленбай ғасыр бұрын жазылған. Оны осы біз реставратор мамандары сақтаймыз. Ал қазіргі кітаптар, ол қазіргі заманауи кітаптар деген сияқты ғой. Әйгерім ханым, тағы да ойында бұл Әбіш Кекілбаевтың керемет сөзі бар ғой. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді ғой. Ол кітап ол ең қымбат қазына. Бірақ енді осы сіз реставрация жасап жатқан кезде сіздер енді көне жәдігер кітаптармен танысасыздар. Оның ішіндегі информациялар сіздер оқисыздар ғой. Ал енді сол ақпаратта сыртқа шығып кетпеу керек, ол деген жаңағыдай құпия болу керек, құпиялығын сақтау керек деген сіздерге бір ескертулер бола ма осы? Ол сол сақталу керек деген секілді. Иә, болады аға. Біз реставратор маманды болғаннан кейін біз кітаптың қандай не мәтінде жазылғанын біз оны зерттеп, вникать етіп тексермейміз да. Ал оны бізде ғылыми бөлімдегілер ішкі мазмұнына мән бермейсіздер, тек сіздер қалпына келтіресіздер, реставрациясын жасаймыз. Сіздің балаларыңыз, мысалы, сіздің жолыңызды қуғысы келе ме? Қызыға ма сіздің мамандыққа? Иә, айтады аға. Айтып отырасыз ба үйде? Мен осындай жұмыс атқарамын деп.
жұмысыма да келіп көрсеттім, қызығып қарады. Сұранысқа қаншалықты ие деп ойлайсыз? Жастар баруы мүмкін бе? Біздің мамандық қазір енді жоқтың қасы деп айтуға болады. Ал қазір бар шабытта оқытып жатыр екен реставратор мамандарын. Әйгерім ханым, ең көне кітап қай ғасырдан бастап пайда болған? Соны білесіз бе? Біз істеген біздің орталықтағы 9-шы ғасырлар деп белгіленген. Демек, сіздер 9-шы ғасырлардағы кітаптарды қалпына келтіруге көмектестіңіз.